Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен осындай дәмі ешқандай пирогтан кем болып шықпайтын өте тәтті, жұп-жұмсақ тоқаштарымызды дайындаймыз. Ең алдымен осындай шұңғыл ыдысымызды алып аламыз. Ыдысымызға 1 шай қасық ашытқы, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық ұнымызды және де жылы сүтімізді қосып 10 минутқа жылы жерге қалдырасыздар. Аппара бізде дайын болу қажет. Сүт міндетті түрде жылы болу қажет. Қатты ыстық немесе қатты салқын сүт жарамайды. 2 жұмыртқа, 1 жұмыртқаның ағы, қантымызды, тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Қажетті ингредиенттерді описаниеге жазып кетемін мөлшерін. Осындай 10 минуттан кейін аппарамызды алып, қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Ерітілген бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы бір араластырып аламыз. Және де ұнымызды қосып, қолға сәл ғана жабысатын жұп-жұмсақ қамырымызды илейміз. Қамырымыз біріккеннен кейін 5 минуттай қайтарып илейсіздер. Және жылы жерге 1 сағатқа қалдырасыздар. 1 сағаттан кейін алып, қамырымызды өте жұқа, өте қалың етпей, осылай жайып аламыз. Бетіне бөлме температурасындағы сары майды осылай жайып шығасыздар. Толығымен қант себелеп, осылай шетінен бастап нығыздап ораймыз. Осылай нығыздап орап алғаннан кейін біркелкі етіп қамырымызды шетінен бастап қатты қалың, қатты жұқа етпей орташа мөлшерде кесіп аламыз. Май жағылған формамызға орналастырамыз. Бетін орамалмен жауып, жарты сағат жылы жерде ұстаймыз. Жарты сағаттан кейін ыстық пешімізге, қызып тұрған пешімізге 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Ыстықтай осылай бетіне сметана мен қант қосылған заливкамызды құямыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.